кәсіби болашағын дұрыс жолда қоймағандағы өз орнын танудың негізі адамның жақсы өмірлік табысқа жетуіне әсер ететін ең бір маңызды шешімдердің бірі болып табылады. Если ата-аналар өздеріне мамандық таңдап беретін болса, онда неге олар мамандықтарын өздері таңдап? Дебатер қауым және де қымбатты төреші ханым, жалпы бүгінгі біздің ортаға тастап отырған қарарымыз ол Қазақстан Республикасындағы білім беру жүйесіне біз реформаны жаңарту керек деп есептейміз. Үкімет тарапы ретінде біз бұны қолдаймыз және де дефиницияға көшетін болсақ, реформа деген не деген сұраққа жауап берейік. Реформа деген бізде қайта құру, жаңарту деген сөзді білдіреді. Статус-кво ең алғаш рет Қазақстан Республикасындағы білім беру жүйесіне реформа 1991 жылы енген болатын. Және де 1991 жылдан бері аргументіміз бізде уақытша білім. Өздеріңіз білетіндей, қазіргі Қазақстан Республикасының білім беру жүйесіне отырған қарарымыздың тақырыбы Қазақстан Республикасында білім беру жүйесінде реформаларды жаңарту керек деп есептемейміз. Жалпы жаңа Мөлдір ханым шығып өзінің аргументтерін айтты. Және де ол ең бірінші аргументте уақытша білім, яғни БЖБ, ТЖБ туралы айтты. Және де БЖБ, ТЖБ-да ол яғни білімнің пайдалы нақты емес, ол бала мысалы сол БЖБ-ға түні бойы күні бойы дайындалды. Қазіргі таңдағы сол әлеуметтік желілер оңай хабар мен кітапты онлайн түрде оқу және де кинотеатрға бармай-ақ өзіңнің қалаған киноңды табу жайлы аргументтерін қалдырып кеткен болатын. Әлеуметтік желі болмаса біз көп нәрседен бос қалар едік. Танысатын болсаң, сол кейпіңде Алла тағала берген түрінде танысатын болсаң, саған басымды шауғамыз айдаладағы адам, сен сол арқылы танысасың, сен ол арқылы өзіңмен басқа достар таба аласыңдар. Ал енді сен сол достарыңнан айырылмай қалуың ол өзіңе байланысты.